Армысыздар, жақсы жаңалық. Жер кезегіне тұру үшін әкімшілікке немесе жер қатынастар бөліміне бармай, енді 10 соттық жерді әрбір Қазақстан азаматы 18 жастан асқан азаматтар жер кезегіне өтініш бере алады. Міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіз, алдағы уақытта басқа да ақпараттармен жиі бөлісіп отыратын боламын. Өтініш беру үшін, ол үшін қолыңыздағы телефонды егоп мобильді қосымшасын жүктеп алып, сол қосымшаға кіресіз. Басты бетті басасыз, соның ішінде қызмет түрін басып, жылжымайтын мүлік қызметін басасыз. Соның ішінде жер қатынастар бөлімінен жеке тұрғын үй құрылысы жер учаскесін алуға кезекке қою, тұру қызметін таңдайсыз. Бір реттік хабарлама арқылы тұруға да болады. Ол үшін иініңізді және номеріңізді, телефон номеріңізді енгізесіз. Телефон номеріңіз міндетті түрде егоп мобильді базасында тіркелген болуы қажет. Бір реттік келген хабарлама санын енгізесіз. Одан ары міндетті түрде келген хабарламаны толық дұрыс жазу қажет. Қайдадан қызмет түрін таңдайсыз. Жеке тұрғын үй құрылысына жер учаскесін алуға кезекті қарау және кезекке тұру қызметін таңдайсыз. Өтініш түрін таңдап, кезекке тұрасыз ба, немесе алдыңғы тұрған кезегіңізді көресіз ба, немесе жер кезегін тұрған болсаңыз алып тастайсыз ба, осы қызмет түрін біреуін таңдайсыз. Кезекке қоятын қалаңызды немесе облысыңызды таңдайсыз. Мен бұл жерде Шымкент қаласын таңдадым. Соның ішінде Қаратау ауданын таңдадым. Сіздер де өзіңіздің ауданыңызды, қалаңызды және облысыңызды дұрыс таңдаңыз. Бұрын жер алмаған туралы келісіміңізді беріп, бір реттік хабарлама бойынша келген SMS хабарламаның номерін енгізесіз. Онлайн түрде 12 жұмыс күнде қаралады. Төбеде тұрған птичкамызды қайта-қайта бассаңыз, қазақша, орысша сізге хабарлама келеді. Сол хабарламаны өзіңіз ашып, кезекке қойған, қоймаған туралы хабарлама алып оқисыз. Міндетті түрде келген хабарламаны толық оқып шығыңыз. Дәл видеодағыдай хабарлама келеді, сізді кезекке қойған, қоймағаны туралы. Каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.